Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің тәрбиешісі Сырымбет Нұрдәулет. Мен Сырымбет Нұрдәулеттің анасы Кайсина Жанерке Ардақовна. Балам, су тіршіліктің иесі. Гүлдерге біз су құяйық. Келе ғой балам. Енді сен құяйық. Анасым, біз топырақтарына су қойдық қой. Айымды жапырағын гүлді сабағымен суда қалай ішеді? Жақсы, балам, рахмет сұрағына. Ол үшін біз тәжірибе жасап көрейік. Тәжірибе жасағанда біз қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Ол үшін бізге дәкі, бір стақандағы су және де бос стакан, қылқалам және де түрлі түсті бояу керек. Алдымен қолымызға дәкіні алып, үйкелеп алайық осылай. Үйкелеп алып, бір жағын суда стакандағы бар суға қоямыз, біреуін бос стаканға қоямыз. Ал енді балам өзіне ұнаған бір түсті таңдап судың ішін бояйық. Алайық. Тамаша. Ал енді байқашы, не байқадың? Су қандай түске өзгерді? Жасыл. Жақсы. Я, суымыз жасыл түске өзгерді. Бұндағы дәкіміз бұл гүлдің тамыры болып саналады. Міне балам, тәжірибемізді қорытындай отырып, топырақ жаңағы тамыр арқылы гүлдің сабағы мен жапырағына су барады екен балам. Түсіндің бе балам? Я түсіндім, анасым, рахмет. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.